Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз өткенді бекіту. Сабағымыздың мақсаты 2, 3, 4, 5-ке көбейту және бөлу кестесі бойынша алынған білімімізді пайдалану. Нөмірі 1 мысал. Есепте жауаптарын өсу ретімен орналастырып, киіз үйді құру ретін ата. Берілген өрнектерді есептейік. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ке тең. 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24-ке тең. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36-ға тең. 5 пен 9-ның көбейтіндісі 45-ке тең. Және 6 мен 2-ның бөліндісі 3-ке тең. Енді осы берілген мәндерін өсу ретімен орналастырайық. Өсу ретімен, яғни ең кішкентай санынан бастап. Ең кішісі бізде 3. Содан кейін 12. Одан кейін 24. Сосын 36. Және ең соңғысы 45. Яғни киіз үйді құрастырған кезде ең бірінші керегені орнатады. Керегеге есікті орнатады. Кереген мен есікті тұрғызып болғаннан кейін шаңырақты көтереді де, шаңырақты көтеріп ұстап тұрып, соған уықтарды тағады. Уықтарды керегеге байлап ұстатады. Содан кейін киіз үйдің сыртын киізбен қаптайды. Енді осы өрнектермен де теңдіктер және теңсіздіктер құрастыр. Яғни 3 пен 4-тің көбейтіндісі кіші дейік 4 пен 6-ның көбейтіндісінен. Немесе 6 мен 2-ның бөліндісі кіші 3 пен 4-тің көбейтіндісінен. Немесе 4 пен 9-ның көбейтіндісі кіші 5 пен 9-ның көбейтіндісінен. Нөмірі 2 мысал. Кері есептер құрастырып, оларды шығар. Бір киіз үйдің массасы шамамен 3 центнер болады. 4 киіз үйдің массасы қанша? Яғни бір киіз үйдің массасы 3 центнер, ал 4 киіз үйдікі қанша дейді. Қалай табамыз? Яғни біреуінікі 3 центнер болса, онда сондай 4-еуінікі қанша болады? 10 табу үшін 4 киіз үйдің массасын 3-ке көбейтеміз. 3 центнерге. Сонда 12 центнер болады. Жауабы 4 киіз үйдің массасы 12 центнер болады. Енді осыған кері есеп құрастыр дейді. 4 киіз үйдің массасы 12 центнер болады. 4 киіз үйдің массасы 12 центнер болса, бір киіз үйдің массасы қанша болады? Оны қалай табамыз? Біреуінікін табу үшін, яғни 12-ні 4-ке бөлеміз. Сонда бір киіз үйдің массасы 3 центнер. Яғни жауабы бір киіз үйдің массасы 3 центнер. Бір түйеге 3 центнер жүк артыруға болады. 15 центнер жүкті тасу үшін неше түйе қажет? Яғни бір түйеге 3 центнер жүк артуға болады. Ал 15 центнер жүкке неше түйе қажет? Оны қалай табамыз? Егер де біреуіне бір түйеге 3 центнер жүк артуға болатын болса, 15 центнер жүкті неше түйеге артуға болатын табу үшін 15-ті 3-ке бөлеміз. Тең болады 5. Сонда жауабы 5 түйеге арттыруға болады. Кері есеп құрастыратын болсақ, яғни мысалға 5 түйеге 15 центнер жүк артуға болады. Ал бір түйеге неше центнер жүк артуға болады? Яғни не істейміз? 15-ті 5-ке бөлеміз. Тең болады 3 центнер. Сонда жауабы бір түйеге 3 центнер жүк артуға болады. Бір түйе 3 центнер жүк көтере алады, 6 түйеге неше центнер жүк артуға болады? Жаңағыдай, бір түйеге 3 центнер жүк артуға болады, ал 6 түйеге неше центнер жүк артуға болады? Оны қалай табамыз? 3-ті 6-ға көбейтеміз. Яғни
әр 6 түйеге әрқайсына 3 центнерден жүк артамыз. Сонда 6 түйеге 18 центнер жүк артуға болады. Жауабы 6 түйеге 18 центнер жүк артуға болады. Нөмір 3-ші мысал, есептерді шығар. Бізде міне қысқаша жазылуы берілген. Енді осы қысқаша жазылу бойынша біз осы есепті шығарайық. Біз байқадық, бұл есеп екі амалмен орындалатын. Яғни бірінші бізге көрпенің санын табу керек. Содан кейін есептің шарты бойынша барлығы қанша кілем мен көрпе бар екенін табу керек. Енді бірінші көрпені табайық. Қалай табамыз? 2 есе артық болып тұр. Ендеше көбейтеміз, кілемнен 2 есе артық. Яғни 6-ны 2-ге көбейтеміз. Яғни көрпе саны 12. Енді барлығын табу үшін не істейміз? 6-ға 12-ні қосамыз. Дем болады 18. Жауабы барлығы 18 дана. Келесі екіншісін қарастырайық. Екіншісі де екі амалмен орындалады. Есептің шарты бойынша 6 көрпе жиналды дейді. Тағы жинау керек, яғни қалды 12 дана артық. Және бізге нені табу керек? Есе кем көрпе жиналғанын табу керек. Бірінші, әлі жинау керек. Қанша көрпе екенін табайық. Оны табу үшін 12 дана артық дейді. Артық болса қосамыз. 6-ға 12-ні қосамыз. Дем болады 18. Яғни 18 көрпені әлі жинау керек. Енді есе кем, есе артық бір-бірінен, қаншаға есе артық, есе кем табу үшін біз не істейміз? Үлкен санды кіші санға бөлеміз дедік. Олай болса 18-ді бөлеміз 6-ға. Сонда 3. Жауабы жиналған көрпелер саны, яғни жиналған көрпелер 3 есе кем. Нөмірі 6-шы мысал. Сұрақтарға жауап бер. Үстелдің үстінде 3 кесе шие тұр. Мәлік 1 кесе шиені жеді. Неше кесе қалды? Яғни үстелімізде 3 кесе шие тұр. Мәлік 1 кесе шиені жеп қойды. Яғни мына кесенің ішіндегі шиелерді жеп қойды. Сонда бізде неше кесе қалды? 1, 2, 3. Сол қалпы бізде 3 кесе қалды. Мәлік кесені жеп қойған жоқ, кесенің ішіндегі шиені ғана жеді. Ал кесе сол қалпы үстелдің үстінде қалды. Жолаушы таксимен ауылға қарай шықты. Жол бойы 5 жүк машинаны, яғни 5 жүк машинаны, 3 жеңіл машинаны және 2 автобусты кездестірді. Ауылға неше машина кетіп барады? Яғни балалар, бұл бір машина қаладан ауылға қарай кетіп барады. Алдынан 3 жеңіл, 5 жүк және 2 автобусты кездестірді дегеніміз, ол алдынан шықты деген сөз. Яғни олар ауылға емес, керісінше қарама-қарсы бағытта кетіп барады. Яғни олар қалаға кетіп барады. Демек, ауылға тек қана бір көлік кетіп барады. Яғни ауылға тек қана өзі жалғыз кездестірді деген, ол алдынан шықты деген мағынаны білдіреді. Үшінші, екінші ауысымда оқитын 2 бала мектепке қарай кетіп бара жатыр. Олар бірінші ауысымда оқитын 3 баланы кездестірді. Мектепке барлығы неше бала кетіп бара жатыр? Яғни дәл жаңағыдай, мектепке бізде 2 бала мектепке қарай кетіп барады. Олар 3 баланы кездестірді. Кездестірді дегеніміз, яғни алдынан шықты. Демек, мектептен шыққан балалар мектепке бара жатқан балаларды кезіктірді. Сонда бізде барлығы 2 бала мектепке бара жатыр. Яғни кездестірді дегеніміз алдынан шықты деген мағынаны білдіреді.